Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Мынау Грузияның шыңына шығып жатырмыз. Мынау бірден айтатын нәрсе бар. Грузияға келетін кезде Грузияның перевалын бар, кішкене менсінбеушілік болмасын, жігіттер. Себебі өте қиын екен. Машинаның өзімен бірінші скоростьпен зорға шығып келдім. Перевал деген кәдімгідей перевал, екі тау. Міне жан-жағының бәрі қар, ауыздан кәдімгі пар шығып жатыр. Әлі жолға қарасам, кәдімгі нағыз қардың отанына кәдімгі шығайын деп тұрып қой. Так что кішкене солардың бәрін есепке алыңдар. Мен енді бұл нәрсеге дайын болдым, бірақ бұлай болады, бұндай керемет болады, бұндай атмосферный болады деп ойлаған жоқпын. Ең басты нәрсе, мендегі жасалған қателік сіздер жасамаңыздар. Бұл жердегі қателік, негізі қателік деп айтуға болмайды, себебі мынандай керемет сұлулықтың бәрін көрген кезде қолыңмен телефон түсіріп, видео түсіріп, машина айдау деген өте қиын екен. Сол себепті қасыңызға бір мобилограф, оператор, немесе бір кез келген туысқаныңыз, досыңыз, яғни камераны түсіретін, контент түсіретін, неғылатын, көмектесетін адам болса, тіпті зор. Қазіргі таңда маған қолға алып соғып жатқан мына камера, мына қазір мұнда тұрған микрофонмен фотоны да, видеоны дистанционды түсіре беруге де болады, жазуға да болады. Осы өте қолға алып көмектесіп жатыр маған. Қазір сіздерге осы видеолардың бәрін арнайы түсіріп, неғып жатқан. Так что керемет, зор, ұнап жатыр маған. Кешегі Ресейдегі бір-екі момент интернетпен, GPS-пен болған бір-екі моменттер болмаса, жалпылама айтқан кезде саяхат мен үшін дәл қазіргі уақытта 100-ден 80 болып тұр. Енді Құдай қаласа Стамбулға, Турцияға жеткен кезде 100-ге 100 қылып толтыруға әрекет жасаймыз, енді ойлаймыз 100-ге 100 болады деп. Не айтамын, жігіттер, балдар, қыздар, саяхаттаңыздар. Ана сөз бар ғой, маған қатты ауыр тиетін, ауылдан шықпаған баланың ақылы жаңа ауладан аспайды дегендей, саяхаттап, ел көріп, жер көрген дұрыс. Мен аздаған мына қысқана уақыттың ішінде, яғни 4 күннің ішінде мен уже Қазақстанды есептемегенде екінші еліме келіп отырмын. Құдай қаласа үшінші еліме барамыз. Осы биыл қазір бүгін Турцияны өтемін. Егер Грузия ұнап жатса, Грузияда қаламын. Ертең Грузия асықпай Турцияға қарай өтуге де болады.